Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге үй жағдайында қасыңызды қалай өсіру керектігі жөнінде айта кетейін. Қастың көлемін түзеп шыла бергеннен оның өсуіне зиян келуі мүмкін. Қайта жыла берген соң қасыңыз өспей қалады. Ондайда қыз-келіншектер қасының көлемін өзгерткісі келсе, қаламмен сызып немесе татуаж жасата алады. Ал егер қасты табиғи жолмен қалпына келтіргіңіз келсе, майсана майын жағу керек. Майсана майын үзбей жақсаңыз, қасыңыз тез өседі. Оны қалай қолданамыз? Қасты макияждан тазалап бірінші кептіріп аламыз. Одан соң майсана майын арнайы қылқалам немесе мақта таяқшасымен жағып 2 сағатқа қоямыз. Нәтижеге қол жеткізу үшін майды 1 ай бойы қолдану керек. Үзбей жағамыз. Одан соң 2 апта үзіліс жасап, аптасына бірнеше рет жағып тұруға болады. Менің пайдалы кеңестерім ұнаса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.